Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен біздің отбасымыздың ең сүйікті тағамдарының бірі курица в сливочном соусе дайындайтын боламыз. Қаймақты соуста дайындалатын осындай тауық еттерін жасаймыз. Бұл тағамды бұрын-соңды жасамаған болсаңыз, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен тауық еттерін жуып, тазалап, бөлшектерге бөліп аламыз. Қажет емес жерлерін алып тастаймыз. Менде бүгін тауық қанаттары, қалауыңызша тауық аяқтарын немесе тауықтың филесін алсаңыздар да болады. Тауықтың филесін алатын болсаңыздар, ұсақ етіп турайсыздар, ұзынша соломка етіп турасаңыздар да болады. Етімізді осылай дайындап алғаннан кейін құрақ табамыздың үстіне сұйық майымызды құямыз, үстінен сары майымызды тастап, ерітіп аламыз. Шамалы майымыз қызғаннан кейін үстіне тауық еттерін тастаймыз. Бір келкі болып жатқаны жақсы, сол кезде бір келкі болып қуырылатын болады. Екі бетінен аударып отырып, осылай қуырып аламыз. Қуырылған қызарған тауықтарымыздың үстінен ұсақтап туралған пиязымызды тастаймыз. Пиязымызды 1-2 минуттай қуырамыз, шамалы қызарыңқырау керек. Шамалы қызарыңқырағаннан кейін үстінен ұсақтап туралған қызанағымызды, яғни помидорымызды қосып, жақсылап араластыра отырып қуырып аламыз. Шамалы уақыт қуырылғаннан кейін үстінен болгар бұрышын тастаймыз. Менде қатырылған түрі, замороженный түрі, балғын түрін қолдансаңыздар да болады. Орташа отта осылай 2-3 минуттай қуырамыз. Әзірге соусын дайындайтын боламыз. Соусына бізге су және де сливки немесе қаймақ қажет болады. Мен бүгін сливки қолдандым. Қаймақ қолдансаңыздар да болады. Дүкеннің 15-20% кез келген қаймақ жарай береді. Немесе кез келген осындай сливки қолдансаңыздар болады. Дәміне қарай тұзымызды қосамыз және де қалауыңызша дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен қара бұрыш, паприка және базилик, орегано қостым. Өзіңіздің сүйікті дәмдеуіштеріңізді қосып, барлығын жақсылап араластырып, қуырып жатқан тауықтарымыздың үстінен құямыз. Жақсылап араластырып жібереміз. Бір қайнап шыққаннан кейін бетін жауып 15 минут пісіретін боламыз. 15 минут өткеннен кейін біздің тағамымыз осылай жақсы болып пісіп тұрады. Үстінен сарымсағымызды ұсақтап турап, оны да саламыз. Одан кейін жақсылап араластырып, тағы 5 минут бетін жауып пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің тағамымыз дайын. Мен гарнирге пюре жасадым. Пюре үшін осылай картошкамызды жуып тазалап, суға беті батып тұратындай етіп, суымызды құйып, газ отымызға қойып, бір қайнап шыққанша қатты отта қайнатып аламыз. Қайнап шыққаннан кейін баяу отқа қойып, шамамен 20-30 минут арасында картоптарымызды жұмсарғанша пісіріп аламыз. Одан кейін астынан шамалы ғана суын қалдырып, қалған суларымызды төгіп тастаймыз. Үстінен тұзымызды, ерітілген сары майымызды, ыстық сүтімізді құямыз. Барлығын жақсылап блендермен немесе осылай езгіштің көмегімен езіп алатын боламыз. Енді пюрені әркім әртүрлі жасайды. Бүгін мен өз рецептіммен, өз нұсқаммен бөлісіп кеттім. Мүмкін жаңадан үйреніп жатқан жандар болса, пайдасы тиіп қалар деген ниетпен. Енді тарелкамызға салып, осылай қалауларыңызша әсемдеп ұсына берсеңіздер болады. Және гречкамен немесе күрішпен де ұсынсаңыздар өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл тағамды бір жеген адам тағы да сұрайтын болады. Сіздерге видео рецепт ұнады деген ойдамын. Рецепт ұнаса, нравится батырмасын басып, астына пікір қалдырып, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Және де менің каналымна өтіп, басқа да қызықты рецепттерді көре аласыздар. Сіздермен болған арайлым. Баршаңызға рахмет.